Сәлем Стамбулдан. Бүгін салмақтаспа видео кентелігімнің екінші күні, екінші сезон, екінші серия. Бүгінгі салмақ 103,8, иә, 1 килограмм тастадым ашығудан кешегі. Өте қуанып кеттім. Білмеймін де ертең қалай болатынын. Бүгін барымша жақсы ұстадым. Таңертең таңғасы, кешке сорпа, сосын көп су іштім бүгін. Жаттығу, оның бәрін қазір осыдан кейін, осы кадрдан кейін қарап кетесіздер. Мен қазір кешке түсіріп жатырмын, сағат 7:30, арт жағымнан қараңғы түсіп жатыр. Сол себепті видеоның сапасы кішкене төмендеу болуы мүмкін. Таңертең тұрдым, жаттығу ештеңе жасаған жоқпын. Вакуумды ертең бастаймыз, жаттығуды содан кейін бастаймын. Өйткені жаттығу кішкене менен уақыт алады, а мен әлі үй шаруасын әлі бітірген жоқпын деген сияқты. Үй жуу андай мындай деген сияқты. Енді білесіздер, демалыстан келгеннен кейін 10 күн үйде болған жоқпыз. Үй жұмысы жиналып қалды. Сол, қазір енді дұрыстап жатырмын жаттығудан бөлек. Қазір мен енді суымды дұрыстап жатырмын. Неге десеңіз, демалыста мен өзімнің 3 литр суымды дұрыс іше алмадым. Сосын дұрыс тамақтанғанда жоқпын. Соңғы жақтарында андай пицца, сондай гамбургер деген сияқтылар болып кетті араларында. Рационда сондай тамақтар болды да. Сосын және де қазір енді суымды дұрыстап жатырмын, тамағымды дұрыстап жатырмын, көріп отырсыздар. Енді ұйқымды дұрыстап жатырмын. Идеалы 10-ға дейін ұйықтап қалу, бірақ барымша 10:30-ға дейін, 11-ге дейін ұйықтап қалу керекпін. Балам менің ұйықтайды сол 10-ға дейін максимум. Әрі кетсе 10:30-да жүріп қалсам. Атак, егер уже 9-да жатқызсам, сол 9:30-ға дейін ұйықтап қалады. Кейде вообще тез ұйықтап қалады, күндіз ұйықтамаса. Бүгін енді ұйықтаған жоқ, бүгін тез ұйықтап қалуы мүмкін 9-9:30-да. Сол үшін менде осы баламен бірге ұйықтап қалу керекпін. Жаттығу уже потом. Білесіздер, мен бұрын айтамын, бірінші су болу керек, өзіңіздің массаңызға, мына тело массаға сәйкес суыңызды ішу керексіз, ұйқыңызды дұрыстау керексіз, тамағыңызды дұрыстау керексіз, сосын барып арықтайсыз. Жаттығу, спорт деген бүкіл комплексна бүйтіп алғанда бір 25%, 20% алады шығар ненің процесінде, арықтау процесін. Атак, тек спорт жасап жүріп, тамағыңызды дұрыстамасаңыз, керекті суыңызды ішпесеңіз, түнгі 12-1-де ұйықтайтын болсаңыз, әрине арықтау өте қиын болады. Енді ойлаңыз, мысалға, барып 500 килокалория жағып не істеп келесіз, спортпен жағып келесіз да, келесізде, мысалға, гамбургер жейсіз. Сол гамбургерді вообще тоже 500-600 килокалория да, егер нен гамбургер жесеңіз. Сонда спортқа, спорт залда жаққаныңыз, сізді келіп үйге келіп жеп аласыз ғой сонда. Онда ешқандай арықтау деген болмайды. Арықтау үшін дефицит калория болу керек қой, принципе. Сол үшін, да, жаттығу потом. Басқа не айтамын? Күндеріңіз жақсы өтсін, кешіңіз жақсы өтсін. Мен бірге болыңыздар, мен бірге арттаңыздар, ертеңге көріскенше. Пока. Кеш достар, біздер бұрынғыша енді есеп беру видеоны жалғастырамыз. Мынау менің таңғы асым. Осыны жемлене қарананға қазір. Мынау картошка піскен, соға піскен. Кешегіден қалады. Мынау паштетті салып жейін деп отырмын. Сол, күндеріңіз жақсы өтсін. Балам алдымда отыр, мен тарелкамнан жеп отырмын. Сол, давайте, пока. Қайырлы кеш қыздар. Бүгін таңғы астан кейін мен ештеңе жеген жоқпын, тек шай іштім. Содан кейін шаруаларымды шаруалап ештеңе жей алмадым. Қазір кешкі 6, осы тауық сорпаны ішемін. Ешқандай қасынан ештеңе жемеймін, өйткені углеводтың орнына мына жерде міне көріп тұрсыз, макаронкалар бар. Клетчатка овощи, сосын белокта. Сол қарағандарыңызға рахмет. Ертеңге дейін көріскенше. Пока-пока.